Баршаңызға сәлем, құрметті көрермен. Сіздермен бірге Дертке шипа арнасы. Бүгінгі видеомызда сұлының пайдасы және емдік қасиеттері туралы толық айтатын боламыз. Тақырып қызық болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, видеоны соңына дейін көріп, достарыңызбенен бөлісіп отырыңыздар. Сұлы жер бетінде 4000 жылдан бұрын пайда болған дәнді дақыл. Ол туралы алғашқы жазбаларды Греция мен Үндістанның медициналық трактаттарынан кездестіруге болады. Ал бұл өсімдіктің дәндері ежелгі жерлеулерді қазғанда табылған. Сұлының тарихи отаны Моңғолия мен Қытай болып саналады. Қазіргі кезде ол көптеген еуропалық елдерде өседі. Сұлы ботқасы ағылшындардың дәстүрлі таңғы асы ғана болып қоймай, Ұлыбританияның ұлттық символына айналды. Ежелгі Қытай, Мысыр мен Үндістанның шипагерлері онымен ауруларды емдеген және жалпы нығайтатын, әрі тыныштандыратын құрал ретінде қолданған. Қазір сұлыдан жасалатын ең танымал өнімдер сұлы қауызы, печенье мен ұн. Сұлының пайдасы оның бай құрамымен байланысты. Бұл дақылда салмақты қалыптандыратын, қандағы холестерин құрамын қажетті деңгейге ұстап тұратын, тамырларда атеросклерозды түйіндерден тазалайтын көптеген пайдалы заттектер бар. Бұлар В, Ф, А, Е, крахмал, көмірсулар, ақ уыздар, майлар, ферменттер, амино қышқылдары, минералды тұздар, эфир майы және қант. Сонымен қатар микроэлементтердің бірегей жиынтығында атап өткен жөн: хром, цинк, кремний, калий, мыс, селен, бор, вольфрам, иод, қалайы, титан, стронций, цирконий және марганец. Бірақ бәрінен де сұлының құрамында ас қорытуда және зат алмасуға қатысатын пантетонды қышқыл көп. Бұл дақыл диеталық өнім болып саналғанымен айтарлықтай құнарлы. 100 грамм өнімде 300 килокалория бар. Сұлы дәнінің құрамы крахмал 60%-ға дейін, ақуыз 14%-ға дейін, майлар 9%-ға дейін болады. Сұлының пайдалы қасиеттері мен қарсы көрсетілімдері. Сұлы бүкіл ағзаны жалпы нығайтатын қасиетке ие. Оның құрамында дәрумендер мен минералдардың үлкен тобы бар. А, Е дәрумендері шаш пен тырнақтың өсуіне, саулығына, терінің серпінділігіне пайдалы болса, В, Ф дәрумендері жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне әсер етеді. Асқазан ішек жолдарына оң ықпал етеді. Күрделі көмірсуларды глюкозаға айналдырады. Қан құрамында қант деңгейін азайтады. Сондықтан сұлыны қант диабетіне шалдыққан адамдардың тұтынғаны жөн. Сұлының пайдалы қасиеттерінің бірі ол организмдегі артық сұйықтықты шығарады. Ісінулермен қоса зиянды заттарды да шығарады. Бұл жағынан сұлыны ұзақ медикаментозды емнен кейін пайдаланған жөн. Сонымен қатар ол несеп тас ауруымен де күресуге көмектеседі. Холестеринді түсіруге әсер етеді. Сұлы асқазан ішек жолының қызметіне оң әсер етеді. Тыныштандырады, бүкіл ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіреді. Сұлының ішекке пайдасы ол іш қатумен күреседі. Жүйке жүйесін нығайтады, күйзеліс кезінде көмектеседі. Сұлының суы мен тұнбасы ыстықты түсіретін, терлететін қасиетке ие. Сұлы бауырға өте пайдалы. Белгілі болғандай, бауыр біздің қан түзу мүшеміз. Онда бүкіл токсиндер мен шлактар жиналады. Бауырымызды тазалай отырып, біз ағзамызға жаңа күш береміз. Сұлы ағзаның ауруға төтеп беру қабілетін арттырады. Жөтелді өте жақсы емдейді және қалқанша безге өте пайдалы. Сұлы дәндерінде құрамы бойынша бұлшықет ақуызына жақын амино қышқылдар бар. Соның құрамында пайдалы ферменттер мен органикалық қосындылар бар. Бірақ сұлының пайдалы қасиеттерімен қоса, қарсы көрсетілімдерінің де бар екенін білген жөн. Қарсы көрсетілімдері: сұлыны өт жолы ауруларында, бүйрек жетіскіліксіздігінде байқап қолданған жөн. Әрқашан емдеуші дәрігермен кеңескен және өзіңізге қатысты ерекшеліктерді нақтылап алған жөн. Сұлыны ағзаның жеке қабылдамауы. Сұлыны қолдану аясы өте кең. Сұлы халық медицинасында, кулинарияда, косметологияда, тігін және қағаз өндірісінде, құрылыс материалдар өндірісінде пайдаланылады.
Сұлы адамға күш беретін дәнді дақылдардың бірі. Халық медицинасында қаншама жыл тәжірибеден өткен сұлының қай дертке де шипасы тиеді. Оны қайнатып, езіп, ботқа жасап және салатқа қосып та пайдалануға болады. Осы ретте біз сіздерге бірнеше сұлыдан дайындалатын қайнатпалар түрлерін, емдік қасиеттерін ұсынамыз. Дертке дауа қайнатпалар. 2 стақан сұлы дәніне 5 стақан қайнаған су құйып 2 минут қайнатады. Жарты сағат суытқан соң сүзгіден өткізесіз. Қайнатпаны 2 ай бойы күніне 3 рет ас ішерден жарты сағат бұрын ішу керек. 1 ай үзіліс жасап, емді қайта жалғастыруға болады. Бұл қайнатпаны бүйрек ауырғанда, дене ісінгенде, асқазанның ойық жарасы, ашшек дерті менен жүйке қызметі бұзылысында емдік пайдасы жақсы нәтиже береді. 100 грамм сұлы жармасын бір бас жуашықпен 1 литр суға қайнатады. Күніне 4 рет 1 ас қасықтан ішеді. Қайнатпаға 1 шай қасық бал қосуға болады. Бұл қайнатпа құрғақ жөтелден тез айықтырады. 1 ас қасық сұлы дәні немесе сұлы жармасына 2 стақан қайнаған су құяды. Мұны келесі күні шай орнына ішеді. Ол әлсіз адамға күш береді. Әсіресе отадан кейін және ауыр дерттен ауырған науқастардың беті бері қарағанда әлсіреген ағзаны тез оңалтады. Дәрілік шөптің пайдасы. Сұлы шөбінен дайындалған тұнба жар жолдарындағы дерт, іштің желденуі, әлсіреу, жұмыстан шаршап, қалжау және ұйқысыздыққа пайдалы. 2 ас қасық шөпті еттатқыштан өткізіп, үстіне 1 стақан спирт құяды. Тұнба жылы жерде 14 күн тұрады. Күніне 2 рет тамақтың алдында осыдан 20-30 тамшыдан қабылдайды. Ревматизм, радикулит, буынның өзге дерттерінде де балғын сұлы сабанын булау дайындаса шипа болады. Ол үшін 1 килограмм сұлы сабанына 5 литр су құяды да жарты сағат қайнатады. Сосын сүзгіден өткізіп, ваннадағы суға қайнатпаны құяды. Сұлыдан дайындалған квас асқазан үшін пайдасы бар. 1 стақан сұлыны 3 литр банкіге салады да үстіне 3-4 ас қасық қант, сол мөлшерде мейіз қосып су құяды. Бетін дәкеменен жабады да 3-4 күн қояды. Дайын квасты шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта сақтайды. Тұмауға қарсы сұлы рецепті. 1 стақан сұлы дәндерін алып, оны жуып және оған 1 литр су құю керек. Түнге қалдырып, таңертең бастапқы кездегі сұйықтықтан жартысы қалғанша оны отқа қоямыз. Сүзіп дайын қайнатпаны 1 күнде жылы күйінде ішу керек. Сонымен қоса 2 стақан айранды алдын ала үгітіліп араластырылған 5 дана сарымсақпен күні бойы ішеміз. Құрғақ жөтелге қарсы сұлы рецепті. Сұлыдан сүт қайнатпасын әзірлеу үшін қауызымен бірге 1 стақан сұлы керек. Оны алдын ала жуып, кастрөлге үстіне 1 литр сүт қоямыз. Оны 1-1,5 сағат бойы әлсіз отта бұқтырамыз. Осы уақыт арасында сүт сарғаюы мүмкін. Бұл қалыпты реакция. Бұдан соң қайнатпа сүзіліп, оған сары май және 1 қасық бал қосылады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қайнатпаны күні бойы жарты стақаннан тәулігіне 6 ретке дейін қабылдайсыз. Бірақ міндетті түрде бұл сұйықтықтың 1 стақанын қабылдау керек. Май мен балды қалауыңызша азайтып не көбейтуге болады. Алайда бұл 2 ингредиент жөтелдің кез келген түрінде маңызды. Сұлы теріні тазалайды әрі нәрлендіреді. Сұлыны теріні тазалайтын косметикалық зат ретінде пайдалануға болады. Сұлы жармасын еттартқышқа немесе кофе ұнтақтағыштан өткізіп, 2 ас қасығына қайнаған су құйып, ботқа жасайды. Масканы бетке 20 минут ұстайды. Ұнтақталған сұлы жармасын 1 шай қасық ас содасы мен 2 шай қасық тұз қосып су құяды. Қою болған масканы бет пен мойынға жақса, теріні тереңнен тазартады. 2 ас қасық бал, 1 ас қасық қою қара шай, 2 ас қасық сұлы жармасы, жарты ас қасық жайтын майы барлығын бірге араластырып, бетті 15 минут ұстайды. Артынан жылы сумен жуады. Құрғақ бет терісі үшін сұлы ұнын жарты стақан сүтпен араластырып,
қайнатады. Суыған соң біраз қасық бал қосып, бетте 20 минут ұстап тұрады. Артынан жылы сумен жуып тастайды. Міне құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Бүгінгі видеомызда сұлының пайдасы мен емдік қасиеттері туралы толық айттық деп ойлаймыз. Егер видеомыз ұнап жатса, пайдалы болып жатса, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.